Алла сендердің жүктеріңді жеңілдетуді қалайды, бірақ адам өте әлсіз жаратылған. Алланың саған берген бар мүмкіншілігімен ақырет жұртын іздеп, соған ұмтыл, бірақ дүниедегі несібеңді ұмытпа. Кімде-кім 3 қыз өсіріп, бағып-қағып, дұрыс тәрбие беріп, құтты орнына қондырса, оған Алладан тиер сый жаннат болмақ. Жастықта алынған білім тасқа қашаған нақышпен бірдей. Мұсылмандарға боқтап сөгуге, лағынет қарғыс айтып, былапыт сөйлеуге болмайды. 2 байлық бар, көп адамдар соларға жете алмай қасірет шегеді. Бірі тәннің саулығы, екіншісі салиқалық. Кімде-кім басына қиыны түскен адамға жылы қабақ танытса, әлгі міскінге бұйырар сауап бұған жазылмақ. Мүсәпірге қайыр берсеңіз, ол садақа боп есептелінеді, ал оны туған-туысқанға үлестірсеңіз, ол әрі адамгершілік.